Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, бірге Азамат және бүгін біз өткен апта болған барлық басты ақпараттар жайында сөз қозғайтын боламыз. Шавкаттың Камару Усманмен жекпе-жегі, Азат Мақсумның UFC-дегі екінші кездесуі, қос қазақ жауынгерлерінің американдық лигамен келісімшартқа отыруы, Жәнібек Әлімханұлының абсолют чемпион болуы, бокстан қазақстан ұлттық құрамының Парижге лицензия алуы үшін арналған турнир. Осы және тағы да басқа қызыққа толы ақпараттар жайында осы видеомызда сөз қозғайтын боламыз. Ал басталмас бұрын міндетті түрде лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесіде қай жауынгер туралы немесе қандай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Және де UFC-ді тегін тікелей эфирде қарау үшін біздің Азамат ТВ телеграм арнамызға қосылыңыздар. Тек сол жерде сіз әлемдік және жергілікті MMA бокс туралы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздерді сонда күтетін боламыз. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен Азат Мақсумның UFC-дегі екінші жекпе-жегі жайлы сөз қозғайық. Батырымыз 4 ақпан күні Лас-Вегас қаласында Чарльз Джонсонмен жұдырықтасады. Осы кездесу жайлы Азат сұхбат берген болатын. Келесі жекпе-жекке өз командамызбен дайындаламыз деп шештік. Бас бапкерім Данеш ағай екінші жекпе-жекке дайындық жоспарын құрды. Алдымен Ақбұлақ тауында шыдамдығымды артып, дене дайындығымды шыңдадым. Қазір өз клубымызда Triumph Fights'та оқу-жаттығу жиынын өтіп, шеберлігімді шыңдадым. Менімен бірге UFC файтері болуға үміткер Бекзат Алмахан мен Октагон лигасының бұрынғы чемпионы Дамир Төленов сынды өте мықты спарринг серіктестерім бар деген болатын. Азаттың айтуынша бірінші жекпе-жекте ол қобалжыған. Бірақ қазір қазақстандық жауынгер мұндай қобалжуды сезбейді. Қарсыласым ерте жеңіліп көрмеген, қиын қарсылас. Мен оны тоқтатқым келеді. Биыл мен кем дегенде 3 жекпе-жек өткізгім келеді. Себебі UFC-дегі бірінші және екінші жекпе-жек арасында менде өте ұзақ үзіліс болды. Биыл үздік топ 10-ға кіруді жоспарлап отырмыз деген еді. Сіздер қалай ойлайсыздар? Осы жекпе-жекте Азат Мақсум жеңіске жете ала ма? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Найза лигасының президенті және Дар Тим спорт клубына тікелей қатысы бар Нұрбек Қарабала Найзадай подкастына Шавкат Рахмонов туралы айтып кеткен. 2024 жылы Шавкат чемпион атанады. Егер ол функционалды мықты келсе, Эдвардсты да, Билалды да жеңеді деп ойлаймын. Меніңше Шавкат екеуін мерзімнен бұрын жеңеді деген болатын. Шавкат Намат Рахмонов 2024 жылы қазақ еліне UFC чемпиондық белбеуін алып келеді деп сенеміз. Ал төмендегі сілтемемен Найзадай подкастының толық видеосын қарасаңыздар болады. Ал біз жалғастырамыз. Камару Усман, Хамзат Чимаев және де Ислам Махачев сынды жауынгерлердің менеджері Али Абделазиз ESPN MMA YouTube арнасына сұхбатында біраз қызықты әңгіме айтқан еді. Камару Усман титулға келесі міндетті үміткердің кім болатынын көрейік деді. Титулға қайта мүмкіндік алу үшін Камаруға бір ғана жекпе-жек жетеді деп ойлаймын. Шавкатпен бір жерде Генри Хоффтың қол астында жаттығады. Бұл Генри үшін қиынға соғуы мүмкін. Алайда бәрі ересек адамдар, кәсіби жауынгерлер. Әлемдегі ең мықты жауынгерлер деп айта аламын. Білетінім, Камару жақсы ақша үшін кез келген жауынгерлермен кездесуге дайын деген болатын. Біздің барлығымыздың білетініміз бойынша Билал Мұхаммедтен кейін Шавкат чемпиондық белбеуі үшін басты үміткер. Сондықтан бәлкім жазда осы жекпе-жек болатын шығар. Ал сіз осы жекпе-жек жайлы не ойлайсыздар? Шавкат Камару Усманды жеңе ала ма? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Дар Тим командасының жауынгерлері Болат Заманбеков пен Нұрболат Абул америкалық Fury Fighting лигасымен 4 жекпе-жекке келісімшартқа қол қойды. Бұған дейін 2021 жылы Николай Веретенников Fury Fighting лигасында 5 жекпе-жек өткізіп жартылай орта салмақта чемпион атанған. Көптеген Fury Fighting лигасының жауынгерлері UFC-мен тікелей келісімшартқа отырып, абсолютті лигада өнер көрсетіп бастаған. Сондықтан қос жауынгерлеріміз чемпиондыққа қол жеткізіп, UFC сапына ауысуына тілектеспіз. Бұйырса, қазақтың қайсар рухын көрсетіңіздер. Жәнібек Әлімханұлы 2024 жылы орта салмақта абсолютті әлем чемпионы болуға дайын. Чемпиондарды нокаутқа түсіруді асыға күтудемін. Мен бір чемпионды құлаттым, тағы 2 чемпион қалды. Чарло, Лара, қайдасыңдар деген болатын. Чарло мен Лара не үшін әлем чемпиондары екендерін өздері де білмейтін сияқты. Исландия Лара 2023 жылы наурызда жекпе-жексіз алған WBA чемпиондық белбеуін әлі қорғаған жоқ. Лара соңғы жекпе-жегін 2022 жылы өткізіп, қайдағы жоқ біреуді 8-ші раундта нокаутпен жеңді. Ал Джермал Чарло титулын қорғауы бойынша рекорд жасап жүр. Себебі WBC белбеуін соңғы рет 2021 жылдың маусым айында қорғады. Чарло 2023 жылдың қараша айында аралық салмақта Хосе Бенавидесті төрешілердің шешімімен жеңген болатын. Сондықтан біздің ойымызша Жәнібек Қазақстайлы Әлімханұлы 2 қашқынды құлатып, Қазақстан тарихындағы алғашқы абсолютті әлем чемпионы атанады. Соңында
Бокстан Қазақстан ұлттық құрамасы 29 ақпан мен 12 наурыз аралығында Италияда өтетін Париж 2024 Олимпиадасының лицензиялық турниріне дайындалуда. Ұлттық құрамның бас бапкері Мырзағали Айтжанов былай деген: Олимпиадаға іріктеу турниріне елдегі соңғы спартакиаданың жеңімпаздары қатысады. 6 боксшыны жарысқа қосамыз. Азия ойындарына жолдама мәселесін шешіп қойған Қамшыбекті жаттығу жиынына жіберуді ойластырдық деген еді. Италияда ұлттық құрамның басты жұлдыздарын көретін боламыз. Қалай ойлайсыздар? Осы жолы боксшыларымыз Олимпиадаға лицензия ала ма? Комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесіде қай жауынгер туралы немесе де қандай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Және де біздің телеграмым мен менің жеке инстаграм парақшама қосылыңыздар. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.